шындықты айтып жарқылда, қалай ғана өмір сүрдім дей алам. Bir ауыз сөз алмаған соң артымда, заман қалай, адам қалай өзгерді. Өзгергенде шүкір қазір көз көрді, арын менен ақиқаттың алдында. Шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Қазағымды сорлаған, қасиеттің қара рухын қорлаған, ешқашанда тарихымда даламның кешегіндей өріс-керіс болмаған. Сені баскен халық едік малына, малын алсақ айтсын халық налымай. Қытайға жетіскенмен шашылдық батарыдай. Әнке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллиондай аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Шұбарала болып кетті тілдерің, айтатұғын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе үнің қоса кетерің, қайран елім қайдан ғана білмедің. 11 тілде сөйлегенде таңғылы, ана тілді білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң жалпақ далаң жатқанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруында бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабаның дәстүрінде бар еді, ата-анасын бөтен қолға тапсырған. Азаматтар қол бастаған қағарма, алкогольден арбауына шаталған. Бұл заманның қобыланы мен қамбары, оқ тимей ақ шығып жатыр қаһардан. Надандықтың биігінен аспадық, Құдайдың да таза жолын тастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ұлы кәріден. Қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Оқымаған биек деді бабамыз, оқыдық қой неге сая санамыз. Асқынды ғой